Осыдан бір 95-ші жылы болған, мен оқудан келген уақытым, көшеге шығып тұрсам, бізден бір екінші жігіттер енді. Бір жігіт әйелімен кетіп бара жатыр, мен қарап тұрмын. Жолда тұрмын да, сөйтіп едім, ана жігіттің кластасы келді. Сөйтіп, ана жолда кластасымен құшақтасып амандасты да, ананың келіншегімен де құшақтасып сүйісіп амандасып отыр ғой. Міне мәдениетті. Мұна бірақ біздің көпшілігімізге жаман тиді, бірақ. Не ол, кластасың ғой ол? Ұят қайда қалып, ұят. Мен ол ешнәрсе емес. Мен бұл мәдениеттің дамығанын мен кеше көрдім. Астағфиралла. Біреудің жаңағыдай 70-ке барып қалған қария, баяғыда келіндер иіліп сәлем беретін, қандай бір жақсы еді да. Мұна кейбір жарты бастар сәлемді бидат деп, содан кейін соған көшіп кетті ме деп қоям да. Тіке қайнатасымен, қайнағасымен құшақтап сүйісіп атыр ғой келіндер. Қаны ұят, қаны иман. Біз қай дәрежеге кетіп қалдық? Қайнатасымен, қайнағасымен құшақтап сүйісіп амандасып атыр. Өзінше көңіл білдіріп атыр да. Ұят қаяққа кетіп қалды? Анау 72-ші жылғы балдарда, біз 70-біз, бізден 2 жас кіші жігіт, әйелімен құшақтап сүйісіп атыр да. Енді қазір міне неше жыл өтіп кетті сол оқиғаға. Міне мен кеше ғана 40-да көрім, жағамды ұстап атырмын да. Қызың болса мейлі, қызың болса мейлі екен, қарындасың болса мейлі екен, адам келінін құшақтап сүйеді ме? Не бұл нәрсе? Себебі біз Европаның киноларын көре бер уже тындық уже. Европаның киноларында келеді, келін отырады, күйеуі келеді, бүтін қайнатасы бәрі отырады, бетін шылпылдатып сүйеді, отыра береді. Біз соны көріп біздің қанымыз, біз олардан неге кем екенбіз? Біз өзіміздің кемшілігімізді сол дастарханның басында әйелімізді сүюден тауып алдық да, бізде жоқ нәрсеген ғой. Біз бұлардан артық болу үшін ана жерде сүйісуіміз керек екен. Міне ұят деген нәрсені өте қатты мән берейік ағайындар. Біздің әкеміздің бір жолдасы болатын, Қайымжан аға деген, о кісі дүниеден өтіп кетті, Алла рахметін алсын, өте көптен көп қызмет қылған адам еді. Менің үйім алдында өзімнің шұғылданатын жерім бар, сол жерде шұғылданып тұрмын. Сөйтсем шешем шықты да тұрды. Мен шұғылданып, мені күтіп атсыз ба дедім. Жоқ деді. Мен тағым біраз тұрдым. Қарасым тұр. Мені күтіп атсыз ба дедім. Жоқ деді. Сөйтсем алдымыздан жаңаға Қайымжан аға деген кісі жайлап өтіп кетті. Енді ол 80-дегі шал қайтып жүреді, спортсмен емес қой, жүгіріп өтіп кетпейді ғой ана жерден. Әшесін тағылып, ассаламу алейкум деді, шешеме сәлем берді. Ана кісі өтіп, мен тағын шұғылданып адым, шешем одан кейін ана кісі өтіп кеткеннен кейін арқасынан барып, жолдың ар жағына өтті. Мен сонда айттым, баракалла, мені иман, мені құрмет, мені іззет. Осы біздің мұсылман халқында бар әдет еді. Ұзақтағы еркектің жолын кеспестен, олар әзіз болған, біздің аналарымыз әзіз, құрметті болған. Олар ақиқаттан батыр болған, батырларды туған олар. Ол әйелдер, біздің әйелдеріміз ешқашан қор болған емес, еркектің алдын кеспеуіменен, еркектің алдын кешуіменен неге теңелдің? Қанша жесір, қанша жесір болды, жесір болып отырды бейшаралар. Бай жоқ, бала жоқ, ұрпақ жоқ, ағайын туған жоқ, өлігінде жуатын жуысы жоқ. Айналып қалғаны өтірік па?